Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осындай сүт қосылған қамырдан нан жасаймыз. Ең алдымен жылы 200 мг сүт және жылы 200 мг су қосамыз. 1 шай қасық тұз бен 1 шай қасық шекер қосамыз. Және 1 ас қасық күнбағыс майы мен 1 шай қасық ашыт қымызды қосамыз. Араластырып болғаннан кейін 500 грамм алдын ала елгезерден өткен ұн қосамыз. Жұмсақ қамыр етіп илейміз. Және бетіне 1 шай қасық күнбағыс майын жағамыз. Бетін жауып 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр көтерілген соң оларды бірнеше бөлікке бөлеміз. Осылай домалақ етіп, бетін жауып, тағы да 15-20 минутқа қойып қоямыз. Табаны майлап, нандарды саламыз. Ортасын вилкамен тесіп шығамыз. Және нандардың бетін жұмыртқамен жағып шығамыз. Бетін күнжітпен сеуіп, алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште шамамен 20-25 минут пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз.